Сәлем баршаңызға. бір жасағынан өте дәмді болып шығатын апельсинді алмалы бәлішімнің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің инстаграм парақшама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің рецептімді жоғалтып алмас үшін менің парақшама жазылып, осы рецепті сақтап алыңыз. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ал ендеше кеттік. Бізге ол үшін өте оңай құрамдар: ұн, разрыхитель, қант, сұйық май, 3 жұмыртқа, ванильді сахар, қаймақ қажет болады, және алма мен апельсин. Жақсылап осылай жұмыртқамызбен қантымызды салып, шекерімізді миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп, ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Оның үстіне жаймен басқа құрамдарды саламыз. Қаймағымызды, сұйық майымызды, ванильді сахарымызды бәрін жақсылап салып, венчиктің көмегімен де араластырып алатын болам. Миксермен де, венчиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін болам. Менің парақшама жазылып отырыңыздар. Осылай үнмен разрыхительді араластырып алдым. Қой малжың болып шығады қоспамыз. Енді алмамызды 4-3 тураған өстіп салып аламыз. Өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Және апельсиннің қабығын өстіп үкіштен өткізіп аламыз. Бұл сары түспен дәм беретін болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін апельсинімізді бетінен әрлеу үшін жақсылап жұп-жұқа етіп турап аламыз. Мен қалған апельсиндерді дәмі шығу үшін пирогымның ішіне, яғни сығып суын қосып жібердім. Сіздер де солай істесеңіздер де болады. Немесе осылай ұзын қып кесіп бетіне жасап шықсаңыздар да болады. Қалыпқа салып жақсылап әдемілеп әрлеп аламыз. 180 градусқа қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Бәлішіміз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын, қонақтарыңыздың көңілінен шығады деген ойдамын. Сақтап алып жасап көріңіз.